Саламатсыздар ма? Металлургия білім бағдарламасының студенттеріне арналған металлургия өндірісінің негіздері пәні бойынша дәріс беруші Әбдірашид Асылбек Мәрамханұлы. 11-ші дәріс елек өндірісі. Дәрістің мақсаты болатты електеудің түрлері мен және құбыр өндірісімен танысу. Дәріс жоспары: сұрыпты елек алу, екінші құбыр електеу, үшінші иленген қалыптар бұйымдарын өндіру, төртінші еркін соғу үрдісінің негізгі түрлері. Кілт сөздер: стан, електеу, құбыр, жапсырлы, жапсырсыз, созу, еркін соғу, кесу, тесу, штамптау. Сұрыпты елек алу: сұрыпты болат пен сым темірді електеу. Сұрыпты болатты електеу үшін соңғы кезде орташа майда сұрыпты үздіксіз стандар қолданып жүр. Сұрыпты болатқа диаметрі немесе қалыңдығы 10-30 мм дөңгелек қалыпты металдар өлшемдері 25-100, 3-8 болат табақтар 50-200, 1,5, 3 тілемді болаттар жатады. Сұрыпты болат өндіретін 300 маркалы үздіксіз стандар құрылысын қарастырайық. Стан көлденең қимасы 75-75 мм, ұзындығы 100, ұзындығы 10 метрге дейін темір қыздыратын автоматтарға пеште жабдықталған. Станның металлды алдын ала өңдеу бөлігі жұмыс клеткалерімен тұрады. Пеш станнан металлды алдын ала өңдеуші бөлігін арасында 900 градусқа дейін белгілі бір ұзындыққа кесетін қайшы орналасқан. Сондықтан металлды ақтық таза өңдеуші бөлігі 8 жұмыс клеткадан тұрады. Оның 5-еуінің біліктері көлденең, 3-еуі тік орналасқан. Станның металлды алдын ала және ақтық өңдеуші бөліктерінің ортасында металлды ұштарын кесетін қайшы орналасқан. Електенген металлды суытқышқа жіберуден бұрын станның металлды ақтық өңдеуші бөлігін алдына орналасқан қайшының жәрдемімен оны белгілі ұзындыққа кеседі. Қазіргі кезде көміртекті болаттарды електейтін өнімділігі жоғары үздіксіз стан 34 клеткадан тұрады. Бір тілім темір 18 клетке өңделеді. 1-10 клеткелер бір мезгілде 4 тілім металлды 11-14 клеткалы 2-15-18 бір тілім темірді өңдейді. Електеуден шыққан өнімдер қоймаға жіберіледі. Оларды суық күйде созу арқылы сым темірге айналдырады. Електеудің жылдамдығы 20 метр/секундке дейін жетеді. Қалың темір жабдықтарды електеу. Қалың темір жабдықтар 1-2 клетті үздіксіз, жартылай үздіксіз стандарға илетіледі. Жұмыс клеткаларының дуа, трио, квартал реверсивті болып келуі мүмкін. Темір жабдықтар өңдейтін електеудің бөлшектері бөшкенің ұзындығы мен диаметрімен сипатталады. Ені 2 метрден артық тұратын өнімділігі жоғары клеткалы тізбектер орналасқан. 2 клеткалы стандартты станның алдын ала өңдеу клеткаларының біліктері өңдеудің клеткаларының біліктері шойыннан жасалады. Құбыр електеу. Електеу арқылы алынатын құбыр жапсырлы және жапсырсыз болып екіге бөлінеді. Жапсырсы құбырдың шикізат ретінде ұзындығы, диаметрі, қалыңдығы салынатын құбырдың ұзындығына, диаметріне және қалыңдығына сәйкес келетін штрипс деп аталатын темір тілкемі пайдаланылады. Жапсырлы құбырдың жапсыры пештерде электрмен немесе газ пісіріледі. Пеште пісірілу әдісі: диаметрі 70 мм-ге дейін құбыр жасау үшін стрипс 1300-1350 градус температураға дейін қыздырылып, ұрадан өткізіледі. Ұрадан өту кезінде стрипс құбыр жасай ілініп, жоғары температурада қысым әсерінен екі жақты болып пісіріледі. Осылайша електенген құбыр калибрлеуші станда өңделгеннен кейін суытылады. Қалыңдығы 14 мм, диаметрі 75 мм-ге дейін құбыр пештерде пісіргенде олар 2 рет қыздырылады. Бірінші рет
1000-1100 температура штрипсті ұрадан тартып құбыр етіп ию үшін екінші рет 1200-1300 градус температурада сақиналы екі біліктің арасында өткізіп құбырды жапсыру үшін қыздырылады. Рулонға оралған темір тілкемін үздіксіз стандарттарда құбыр жасай жапсырып пеште пісіріледі. Электр мен газбен пісіру диаметрі 1400 мм-ге дейін жететін мұнай газ өндірісінде қолданылатын құбыр жасайды. Жапсырлы құбырды электр пісіруде рулонға оралған болат тілкемі арнаулы станда түзу немесе спираль бойына құбыр болып оралады. Құбыр болып иленген болаттың тілкемінің жапсыры станға орнатылған автоматты электр пісіргіштері жәрдемімен пісіріледі. Пісіру үрдісі қабаттың астында немесе газ қорғаушы ортасында жүреді. Жапсырсыз құбыр електеу негізгі екі операциядан тұрады. Бірінші біліктері белгілі бір жасай отырып, елек станда көлденең қимасы дөңгелек қалыпты болып келген темір кеспелекті тесіп қабырғаға қалың гильза алу. Екінші гильзаны пилигримдеу стандарда құбырға айналдыру. Үшінші иленген қалыптар бұйымдарды өндіру. Қалыңдығы мен ені әртүрлі қалыптар бұйымдар өндіру стандарда жасалады. Иленген қалыпты бұйымдар өндірісті құрылыстарды өндірісіне кеңінен тараған. Олардың автомобиль, радиатор құрылысында, құрылысты шеберлерде, қостамбалы қималады, бөлшектерде, карнизерден жасайды. Иілген қалыпты бұйымдар тізбектеліп орналасқан бірнеше клеткалар бар бұйымдар июші стандарттарға өңделеді. Бұл стандарттар клеткалардың саны, иілетін бұйымның түрі, күрделенген саны артады. Созу деп темірді көлденең қимасының ауданында өңделетін темірдің көлденең қимасы ауданнан кіші арнаулы тесіктерге өткізу арқылы өңдейді. Қара түсті металдар мен қорытпаларды суық күйде созу арқылы қимасының ауданын әртүрлі қалыңдығы бұйымдар жасайды. Металды созу, оны созуға дайындау, созу тәртібін анықтау, өңделетін бұйымды жөнелтуге дайындау кезеңдерінен тұрады. Созу үрдісі негізгі жабдықтары шынжырлы және даңғаралы созу стандарттары болып бөлінеді. Шынжырлы созу стандарттары ұзындығы 6-10 метрге дейін артық темір шыбықтары, құбыр сияқты бұйымдар өңделеді. Шынжырлы созу стандында электрқозғалтқыш және созу шынжырларының жәрдемі темір жабдықтарына түсу бағытының қозғалтылып, созу барысында беріледі. Қозғалмайтын станинаға орнатылған созғыш арқылы өңделетін металдың ұшы сүйірленіп түсу бағытта қозғалатын арбаның қышқышта бекітіледі. Даңғаралы созу стандартында ұзын сым сияқты бұйымдар өңделеді. Өңделіп шыққан станның даңғарысында орналасады. Жасалынатын бұйымның бүйір бетінің тазалығына байланысты даңғаралы станда металл бір немесе бірнеше таратылуы мүмкін. Еркін созу кейбір бөлшектерді тек еркін соғу әдісімен жасалады. Мысалы, 223 мың тонналық турбинаның білігі еркін соғу үрдісінде өңделетін металлдың беті тегіс жылжымайтын төске қойылып, жоғары жағына жылжымалы үлкен болғандықтан созылады немесе пресспен сығылады. Нәтижесінде металл деформацияланып, жан-жақты жайылып, өз қалпына өзгертеді. Еркін соғу салмағы 300-350 тонналы элек өнімдермен темір кеңістікте бірнеше граммнан 150-200 тоннаға дейін темір кеңістіктермен өндіріледі. Яғни бұл механикалық қасиетке ие жоғары соғады. Еркін соғудың негізгі түрлері отырғызу, кесу, созу, ию болып табылады. Бұл яғни құбырлы пилигримді стандартты еліктеу нобайы бұл яғни қалың қабатты гильза, екінші бұл дорн, үшінші ауыспалы профильді калибр, төртінші механизм, арнайы механизм, яғни келген нені сығып, яғни
оны отырғызады. Отырғызу деп металдың көлденең қимасының ауданы арту айтады. Отырғызу арқылы өңделетін металдың биіктігі оның диаметріне немесе енінен 1,5 мен 2,8 есе артық болмауы шарт. Бұл шарт орындалмағанда енінің тым артық болуы өңделу процесінің металды майысуына әкеледі. Шеңбер бойлау созу дегеніміз темір тесігінің диаметрін ұлғайту. Темірдің тесігін ұлғайту оны цилиндр тәрізді балға кигізіп, шеңбер бойымен үстіңгі жағына балғамен соғады. Нәтижесінде металл созылып, тесіктің диаметрі кеңейеді. Тесу дегеніміз пуансан деп аталатын тескіш құралдардың жәрдемімен металды тесу. Тесу үшін металдың астына тесілген диаметрмен сақина қойылады. Созу деген металды көлденең қимасының ұзындығын арттыру. Созу үрдісі жалпақ немесе фигуралы соққылы орындалады. Кесу дегеніміз металды арнаулы кескіш құралдарының жәрдем біліктерімен бөлу. Кесу үрдісі кескіш материалдары тура және радиалды балғалы болып бөлінеді. Келесі штамптау. Ағуы штамптың қабырғаларын шектелген металға динамикалық күшпен әсер ететін бөлшектер жасау үрдісін штамптау деп атайды. Артықшылықтары: жұмыс өнімділігі өте жоғары, өндірілген бұйымның дәлдігі жоғары, металл шығыны аз болады. Кемшілігі: штамптың өзіндік құнның қымбаттылығы өңделетін металдың күйіне байланысты. Ыстық күйде көлемдік штамптау, суық күйде көлемдік штамптау, темір табақтарын штамптау болып 3 түрге бөлінеді. Бақылау сұрақтары: еліктеу арқылы алынған құбырлардың қандай түрлері болады? Кесу дегеніміз не? Штамптау дегеніміз не? Еркін соғу дегеніміз не? Бұл дәріс бойынша қолданылған әдебиеттер тізімі. Дәріс аяқталды.